Шығыс Қазақстанның ғажайып орындарының бірі Рахман қайнарлары. Облыс орталығы Өскеменнен 460, бұрынғы аудан орталығы Катоннан 115 шақырымдай жерде орналасқан. Шипалы көлге жету оңай емес, бірақ жол бойы тап болған қиындықтарды діттеген жерге жеткенде ұмытып қаласыздар. Қазір біз теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте жүрміз. Тау мен орман қоршаған ең көрікті жерлердің бірі деп айтуға болады. Рахман көлінің табиғатын бірге тамашалайық. Көптеген ауруға шипа болған ыстық қайнар көздердің емдік қасиетін Рахманов деген аңшы 1763 жылы анықтаған. Ел аузындағы аңызға сенсек, ол саяхатшылық құрып жүріп мылтығымен маралды жарақаттайды да артынан қуады. Жануар бу бұрқыраған ыстық суға қарай қашады. Табиғаттың мұндай құбылысы ақсақалды таң қалдырады. Жақында келе қараса, маралдың жарасы тартылып, жануар көлдің арғы жағына өтіп кетеді. Ревматизм ауруымен сырқаттанып жүрген аңшы емдік суға шомылып жүріп, 2 жұмадан кейін сауығып кетіпті. Мұнда мен келгенім, основном бел ауруымен болатын. Осында келгенім. Енді кісілерге қарағанда мұндағы обслуживающий основном кісілер енді барлығы көңілмен, сипаттары дұрыс, тамақтары айтуға болады, даже қалыпты қояды. Желінбейді, барлы жерде жақсы. Отбасымен келгенмін мен осында. Қазір демалып жатыр. Табиғи минералды жерасты радон суларының емдік қасиеті жоғары. Буындарды, омыртқаны, жүйке тамырлары мен теріні, яғни бүкіл адам ағзасын сауықтыруға аса пайдалы. К нам приезжают пациенты с различными заболеваниями. Әртүрлі дертке шалдыққан адамдар көмек сұрап жүгінеді. Әдетте тірек қимыл аппараты, эндокриндік аурулар, сонымен бірге әйелдер мен ерлер арасындағы жиі кездесетін сырқаттарды емдеуге келетіндер көп болады. Келушілерді дәрігерлердің нұсқауы бойынша емдейміз. Дело в том, что мы сами понимаем, что такое понятие. Емдік процедуралардан кейін өмір сапасы жақсарады, асқынулар жойылады. Біреулерге 8 айға көмектессе, енді біреулер 1 жылға дейін ауырғандарын ұмытып қалады. Жіті ауырсыну кезінде радон ванналарын қабылдасаңыздар, 3-4 күн ішінде жақсарып қаласыз. Бала көтере алмай жүргендер процедураларды қабылдап кейін балалы болғанда шақалақтарының суреттерін жіберіп отырады. Рахман қайнарлары емдік сауықтыру орны бір мезетте 100-ге жуық адамды қабылдай алады. Тылсым табиғатта қаланың қауырт тірлігінен шаршаған, жан тыныштығын іздеген жандарды да кездестіруге болады. Я люблю это место. Біріншіден, табиғат арасында өмір сүресіз. Кез келген уақытта көлге шыға аласыз. Бұл әрине өте жақсы. Мен қызмет көрсету саласында еңбек етемін. Әрине, стресс көп болады. Сол себепті 2 жылда 1 рет шаршаған кезде мен Рахман көліне демалуға келемін. Тыныштықта күш жинап, денсаулығымды түзетемін. Я буквально недавно приехал из Германии. Мен 30 жыл геология саласында жұмыс істедім. Радон буындар мен қозғалыс аппаратына оң әсер тигізеді. Мен бұны маман ретінде айтып отырмын. Жақында ғана Германиядан келдім, қызыма бардым. Мені ел жер көрсін деп Португалияға, Атлант мұхитына апарды. Бірақ туған жердің тауы, тасы оттан да ыстық. Мұндай табиғаттың сұлулығына ешбір жерде көре алмайсың. Бір рет келген адам міндетті түрде қайта оралады. Ел былай тұрсын, алыс жақын шетелдерден дертіне дауа іздеп келетін қонақтардың демалуына барлық жағдай жасалған. Вот у нас
небольшие домики. Бұл стандартты үй, жатын қонақ жуын бөлмелері бар. 4 адамға арнап дайындаймыз. Бірақ балалармен келген отбасылар да жайға салады. Орын барлығына жетеді. Ағаш үйлер болғандықтан иісі жақсы. Демалушылар өздерінің табиғатқа жақын сезінеді. Одно из чудес света. Сөзбен жеткізе алмас, сезімде жүр